Ассаламалейкум ағайын. Құдайға шүкір, биылғы 2020 жылдың соңғы уақытын біз жақсы бір іс-шарамен аяқталып отырмыз. Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты медреселер мен орталықтарда оқып жатқан 100 шәкірттерге 300 мың теңгеден шәкіртақы тағайындап отырмыз. Құран жаттап шыққан шәкірттерге қолдауын білдіріп жатқан осы Салихал ұрпақ қорының қоғамдық қорына алғысымызды білдіреміз. Ол кісілерге Алла разы болсын, және де осындай жақсы істердің жалғасуын Аллах тағала нәсіп етсін. Салихал ұрпақ қорының президенті Болат Әбішұлы Назарбаев ағамызға және оның директоры Қасым Мырзаға Алла разы болсын дегім келіп отырмын. Ол кісілерге өмір-ғұмыр ұзақ болсын, қайырлы болсын. Мен Құранды 2017 жылы медресеге түскеннен бері жаттап бітіп, 3 жылда жаттап бітірдім. Және маған Құранды жаттауға себепші болған ұстаздарым және де ата-анам. Мен бүгінгі алған грантымды ата-анамды қуанту үшін және де өз игілігімді жұмсайтын боладым. Болат ағамызға, осы Болат ағамыздың отбасына, барша осы Салихал ұрпақ қорының азаматтарына біз алғысымызды айтамыз. Салихал ұрпақ қоғамдық қоры жалпы білімге көп көңіл бөледі. Соның саласында осы діни бағытта оқып отқан, Құран жаттап отқан 50 ұлдарға, 50 қызға осындай 300 мың теңгеден әрқайсысына шәкіртақы таратты. Алла қабыл етсін.